Қайырлы күн оқырмандар, есімім Гүлдана Жанәлі қызы, дәрігер. Бүгінгі айтатыным чесноктың пайдасы. Чеснок бұл бізге тәбетті ашатын, бір антибактериальный, противовирусный деген сияқты қабілетке ие. Яғни біз бұрыннан осы чеснокты ауырып қалсақ, мұрнымыздан су ағып қалса, бірден осы чеснокқа жүгіреміз. Енді осы америкалық ғалымдардың чесноктың порошогын зерттеу жүргізген. Яғни мен бұл ақпаратты дәлелденген журналдан алып отырмын. Бұл кезде 90 адамды зерттеу жүргізген. Бұл адамдардың өздері, яғни қан қысымы жоғары, холестериндер жоғары, триглицеридтері жоғары, жаңағы бауырын май басқан, өті толған, түрлі аурулар бар адамдарды зерттеу жүргізген. Бұл зерттеуге 90 адам қатысқан. 90 адамды екіге бөлген, яғни 45 адамға осы чесноктың порошогын 1,16 граммын берген, ал екінші топқа плацебо, яғни ештеңке бермеген. Бірақ адамдар жеп жатырмын, или витамин, или дәрі ішіп жатырмын деп ойлайды, ал шындығына келгенде ештеңке жоқ. Солай зерттеу жүргізеді. Зерттеудің өзі 12 аптаға созылады. Соңында зерттеу нәтижесінде осы плацебо ішкен адамдармен, яғни порошок, чесноктың порошогын ішкен адамдарды анализдерін тексереді. Сол кезде қан қысымының бір қалыпты деңгейге түскенін, және де жаңағы жировой гепатоз болса, оның стеатоз деген өзінің сатылары бар ғой, соның төмендегенін, және де тәбеттің ашқандығын, және вирусқа, бактерияға қарсы қабілеті бар екенін зерттеген. Енді бұл чеснокты қай кезде ішкеніміз дұрыс? Бұны көп жағдайда тамақпен, яғни мысалы тамақты пісіретін болсаңыздар, қыз-келіншектер, оны тірідей, яғни пісіріп қуырып жібермей, тірідей жаңағы чеснок выжималкамен езіп или майдалап турап тамақтың бетіне, болмаса кешкісін таблетка сияқты қылып жұтып сумен ішіп жіберуге болады. Қандай адамға ішуге болмайды? Бұны жедел гастриті бар кезде, асқазанның ойық жарасы бар кезде чеснокты жеу қарсы көрсеткіш болып табылады. Менің видеом сіздерге ұнаса лайк, подписка жасап кетіңіздер, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Сау болыңыздар.